Сыйлап өткен бұл өмірлік жада күйіп жанып сүйгеніңе жете алмай қашып жүрек зарына көктемсің көңілдегі көргенімсің көгендегі жырағымсың сенімдегі жуамсың өмірдегі Аманға батардың таңға өрлейтін қуаныш қашанда жүректе сақталған мәңгі өзіңді бар өзіңді қабар жанымға батардың жетелеп шақыратын шыңға сатырлы салып басымға Çalın balada yüreğim o bahara Aklımda sözlerimle kumlarım çoğalan Izler sensin bana Yaptığımızı vaatladım sana Друзья, La 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 la
Қайырлы кеш, ханым, дамы и господа. Добро пожаловать. Қош келдіңіздер. Олай болса, рахмет. Олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, барлығымыз орнымыздан тұрып, ортаға қарай жылжысақ. Ну что же, ребята, давайте все дружно встанем, проходим кедей, ару қыздарымызды қарсы алатын боламыз. Екі жаққа бөлініп тұрсақ, әдемілеп. Дорогие друзья, как вы знаете, наша столица делится на два берега. Левый берег и правый берег. Раз. И, конечно же, вы будете левый берег, а вы правый берег. Давайте проверим настроение. Левый берег, как настроение? Сразу видно, да, что здесь недостроенные здания, Абу-Даби там, да? Ну что ж, правый берег, как настроение? Олай болса, қадірменді қонақтар, бүгінгі той иелері, Бақытжан мен Сымбатты, және де олардың ару қыздары Жанеркені сіздердің туған шапалақтарыңызбен ортаға қарсы алайық. Қайда барасыз? Той иелерінде шапалақ бар ма? Бақытжан аға, біз сізге сұрақ. Бұндай шапалаққа кімнің арқасында жеттіңіз? Вы, наверное, забыли, кто здесь ведущий? Қазір кімде-кім дұрыс жауап беретін болса, мен оған сыйлық беремін. Бақытжан мен Жанерке бұндай шапалаққа қалай жетті? Молодец! Красавчик! Қазір күнде приз беремін. Шамы? Қараша? Шашыңнан айналдым. Олай болса, қадірменді қонақтар, сіздерге бүгінгі тойға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Өздеріңіздің ақ дастархан басына жайғасу. Добрый вечер, уважаемые дамы и короли, леди и спонсоры. Мы рады встретить вас на таком замечательном, красивом ресторане. И, конечно же, на таком прекрасном празднике. Дело в том, что, друзья, этот праздник должны были вести Иван Ургант, және де қазақтың белгілі әртісі Тұрсынбек Қабатов. Бірақ той иелері өздерінің тойларын жоғарғы деңгейде өткенін қалап, және де ақшаны экономдамай қояйын деп мына мені шақырды. Менің есімім Еркебұлан, жаным, өте деп еркелетсеңіздер болады. Рахмет! Маленький особа, вот такой красивый мир. Олай болса, сөйлей берсең баяндама, тұра берсең аялдама болып кетеді. Сондықтан да мен бүгінгі кештің ең алғашқы тілегін, бүгінгі кештің ашып беру үшін бүгінгі әулеттің үлкендері
Гүлзина тәте, Нұржан ағасы, нағашы атасы және де әжесі Полатбек Галияны ортаға билеп қарсы алыңыздар. Ой, рахмет. Күшті билейді екенсіз. Кім бастайды? Бұлай істейік. Тосты бастау үшін шашы ең көп адам тосты бастасын. Рахмет. Қош келдіңіздер тоғжыл қауым. Мінекей біздің балдарымыз Бақытжан мен Сымбаттың тұлғалы тұңғыштары жиен немереміз Жанеркенің бүгін 1 жасқа толған туған күні, әрі тәй басқан қадамы. Міне біріншіден Жанеркеге Алладан денсаулық тілейміз. Денсаулық, өмірі ұзақ болсын, жасына жас қоса үлкен ақылды қыз болып өссін, ибалы, инабатты осы Қазақстанның мен деген азаматшасы өсуіне тілектестік білдіреміз. Атасы мен анасына денсаулық, жұмыстарында табыс, отбасыларда береке бірлік тілеймін. Той ашық деп жариялаймыз. Қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Бұл енді Бақытжанның қызы емес, менің қызым бұл. Тай басқан қадамы құтты болсын, аман болсын. Бәріңізге осындай той тілеймін. Әрқашан амандықта. Ал кеш жарық қадірменді қонақтар. Бүгінгі біздің Жанерке қызымыздың тай басқан 1 жасқа толған туған күнде құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, атасы мен әжесінің сүйікті қызы болсын. Бақытжан мен Сымбат екеуің тек 1 жасықта қартайып, тек жақсылықтарыңды көрсетіп, отбастарың аман болсын. Жанеркенің жылдан жылға өстіп тойын тойлай беріңдер. Мынау жиналған қауым сіздерге отбастарыңызға бақыт, қуаныш тілеймін. Осындай тойға жетіңіздер. Қызылордадан атасы мен әжесі дұғай бәріңізге жалынды сәлем айтып жатыр. Ағайын туысқандарға осы Нұр-Сұлтанда тұратын. Бүгінгі тойымыз ашық деп жариялаймыз. Қош келіпсіздер, құрметті қонақтар. Міне бүгінгі тойымыз себепшісі Жанеркеміз 1 жасқа толып, тәй қадам басып, тұсаукесер тойы болып жатыр. Балапаныма тілейтінім дені сау болсын, Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Тек күліп ойнап бақытты ғұмыр кешсін. Бақытжан Сымбат отбасыларыңа береке бірлік, дендеріңе саулық. Әрқашан осы қыздарының қызығын көріп, тек жақсылық көріңдер, жүздеріне күліп кетпесін. Тойларын тойғаласып, осы жайылған дастарханың әрқашан тойға жайылсын, тойларын тойғаласын. Асала. Ой, рахмет. Ақ тілектеріңізге рахмет. Орындарыңызға жайғассаңыздар болады. Олай болса, рахмет. Олай болса, құрметті ағайын, мен ортаға бүгінгі той иелерін шақырғым келіп отыр. Бақытжан және де Сымбат, сіздерді
ортаға бола ма? Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do. Рахмет. Ата, сіз менің жерлесімсіз ғой. Мен де Қызылордаданмын, если что. Қазір той басталды, я барлығы той басталып кетті. Бірақ сіздер нормально амандасқан да жоқсыздар әлі. Біз қазір бүйтеміз. Мен сізді жақсылап тұрып хабарлаймын. Ал сіз Походка Конор Макгрегор, білесіз ба? Сонымен залды осылай амандасып шығасыз. Ал сіз жас кезіңізді еске түсіріп, подиумда жүргендегідей әдемі походкамен амандасып шығасыз. Түсінікті ма? Олай болса, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Той иелері, менің Зёмам, Бақытжанды қарсы алыңыздар. Рахмет сізге де. Аяғыңыз ауырып тұр, өтірік сылтауратпай қойыңыз. Болмайтын нәрсе, болмайды. Симпатты де, дайынсыз ба? Олай болса, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Әлемдегі ең сұлу әйел, ең сұлу ана, қарсы алыңыздар. Сымбат! What you gonna do with all that junk inside your trunk? Get you no drunk, Вообще убила. Красавица. Сіздерге сұрағым бар еді. Қай жерде отырсыздар? Отырсыздар? Залда орындарыңыз бар ма, жоқ па? Қай жерде тұрамыз деймін? Жоқ, шынымен қай жақта отырсыздар? Орындарыңыз қай жерде? Айтсаңшы десесіз. Төрде болса неғып тұрсыздар? Отырсаңыздаршы. Рахмет. Олай болса, қадірменді қонақтар, қадірменді ханымдар мен мырзалар, мен екінші тілекті бергім келіп отыр. Жанеркенің нағашылары Света апа, Мирамбек, Жангүл, Дилябек, Эльмира, Бадырбек, Жұлдыз, Тойбек, Жанна, Кәмшат, Балабек, Гүлайла, Мұсабек, Жадыра. Домбыраның жақсы ағашынан, адамның жақсы нағашынан демекші. Күшті билеріңізді, бұнда той иелері қола билергеніңізді. Мынау кімнің запчастері? Шашылып қалыпты ғой. Мамам қайда? Сен? Мына уақыт бір құдайдікі, мына ресторан бір байдікі. Сондықтан арамыздан бір 3-4 адам шығып сөйлесек. Сыққан режимистер ғой. Қалғандарыңыз билейміз, хорошо? Апа, маңыз. Рахмет. Міне құрметті қонақ. Бүгін Бақытжан менен Сымбаттың үйінде үлкен той болып жатыр. От сүйуші Жанерке көкеміз жасқа толып отыр. Той құтты болсын. Жанеркенің жасы той және тұсаукесер той құтты болсын. Өмір ұзақ, дені сау болсын. Ізінен іні сіңілдері көп болсын. Тойларың тойға ұласып, әрқашан тойда кездесе берейік. Алла аманшылық берсін. Ұзақ ғұмыр берсін балаларыңа. Соған тілектеспіз. Міне Бақытжан Сымбат
Бүгін отбасыларында үлкен той. Бұл тойдың себепші мынау Жанер Еркежанның 1 жасқа тойлап жатқан және тәй басып жатқан той екен. Тойласын, отбасыларың аман болсын. Бақытты ғұмыр кешіңдер. Сол балапандарың тек қызығына тоймай, осындай тек тойда жүре беріңдер. Екеуің 1 жаста қартайып, тек көргендерің той болсын. Құрметті қонақтар, Бақытжан Сымбат, Көген Денге, Құдағай, құдалар, барлықтарыңызға той құтты болсын. Бақытжан Сымбат, Жанеркенің денсаулығы мықты, ізінен іні сіңілдер ере берсін. Өмірде бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, көрінгі кіші жиналған қонақтар. Бақытжан Сымбат, бүгінгі тойлары құтты болсын, Жанеркенің 1 жасы құтты болсын, жасына қосыла берсін, дені сау болсын. Әрқашан осы бізді сендерді қуантатын ару қыз болып өсе берсін, жақсы жаңалықтармен қуанта берсін. Көген жеңге, сіздерге де той құтты болсын, құдалар сіздерге де той құтты болсын. Қуаныштарыңызға ортақпыз, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Бақытжан Сымбат, Жанеканың 1 жасы құтты болсын, дені сау болсын, ауырмасын, үлкен азаматша болсын, еліне қалауы. Сендердің қуаныштарың болсын, барлықтарымыздың. Үлкен аңсаған армандарына жете берсін, ізінен іні сіңілдері ере берсін. Үйлерінде тек той болсын, дастархандарын тек тойға жайылсын. Әрқашан осындай қуанышты күндеріңіз көп болсын, сөйтіп кездесіп білейік. Азамат. Мен мына жақта тұрмын. Болдыңыздар ма? Иә, болдым. Болған жоқсыздар? Сымбат, Бақытжан, Жанеркенің 1 жас туған құтты болсын. Иманды, инабатты, дана, әке-шешесіне адал. Тура жолдан айырмасын, ұмытмасын, дәрежелерін сақтасын. Болсын. Ешсет өте бүгінгі тойларың құтты болсын. Бақытты күндеріңіз көп болсын, алда қалай. Тек қана тойларға жиналайық. Бүгінгі ақ тілектердің барлығы тілерін құлағына шалыңыз. Рахмет. Мынау айтылған тілектеріңіз жас жолда қалып кетпесін. Қолдарыңызда конверттеріңіз қолдарыңызда қалып кетпесін. Олай болса, құрметті нағашылар, барлығымыз ортаға тұрып, естелікке, суретке түсейік. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Нағашылар, естелікке, суретке түсейік барлығымыз. Олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, меруерттей қыздарыңыздың өзінің сәлемдемесі бар екен. Бүгінгі Жанеркедей қызымызға арнап келген әні бар екен. Қарсы алыңыздар.
Мынау қазаққа біреу ән айтса, қалтасына мә деп жезделері ақша берген кезінде солай болғанда енді біреу ойлаймын енді тем более жан дауыста. Неужели біреудің қалтасында 2-3 теңге жоқ? Ойбай, қайда келе ғой жаным сол пути. Мына енді тәтелері беріпті да енді жезделері кезінде берген да енді. Мен білмеймін оны. Мына жақтағылар ағалары қарап. Неужели қалталарында бір 200 теңге жоқ? Мыналардан алмаса бермейтін сияқты ғой. Бермейсіңдер ма? Бермейсің, бермей қой. Олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздермен кішкене ойын ойнайық. Сіздерді орындарыңыздан тұрғызып, билетіп. Апыр, кешіріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сіздер кешіккен жоқсыздар, просто біз ерте бастап қойдық та. Иә, шын айтам. Оларда сіздермен кішкене ойын ойнайық, сіздерді орындарыңыздан тұрғызып, билетіп, шаршатпайын. Ойынның аты «Угадай кино». Қазір бір кинолардан саундтрек болады. Егерде сол киноны білетін болсаңыздар, қолдарыңызды көтеріп жауап береміз. Хорошо? Келістік па? Олай болса, кеттік. Бірінші әуен. Служебный роман. Нет. Ирония судьбы. Ирония судьбы. Нет. Ой. Нет. Там. Молодец. Олай болса кеттік, екінші әуен. Бриллиантовая рука! Мына сізге түйелім. Олай болса кеттік екінші әуен. Пазар жырымы. Сериал «Чуриткис». Төртінші әуен. Катька. Жоқ, дұрыс емес, мен музыкантым дұрыс емес деп атуға. Сумерки. Дұрыс па? Дұрыс емес. Міне, рахмет. Саған розовый аю. Оғашы. Олай болса кеттік, бесінші әуен. Аграрный. Операция Эйшу. Операция Рахмет. Саған розовый қоян. Деніңе вообще сәйкес келмейді, бірақ қой. Кеттік, келесі әуен.
50 оттенков чего? Вы замужем? Нет. Я тоже. Вечером позвоню. Кетіп келесің. Стоп. Бұл әуенді бәрі біледі. Сен отыр тамағын іш. Келесі әуен. Ойда. Что брата? Қол көтердің бір жауап бер. Бригада. Молодец! Рахмет. Саған кәмпит. Ас болсын. Келесі әуен кеттік. Кім? Ой, иди. Игра престолов. Игра престолов, дұрыс! Үйленгенсіз ба? Конечно. Молодец. Ойлаған ғой тақия керек деп. Басыңа тақия. Құданы құсыз. Рахмет. Келесі әуен. Соңғы әуен. Кім тапса, мына сыйлық соныкі. Ал? Властелин колец. Дұрыс па? Рахмет. Кешікпесең де базар жоқ. Кино көреді екенсің. Кім? Бара ғой, киноның атын таппадың ғой өзің. Өзіңнен көр. Олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, барлығымыз оң қолымызды көтерейікші. Поднимите все правые руки. Рук. Ашайық, жұмайық. Ашайық, жұмайық. Ашамыз, жұмамыз. Это была репетиция на беш. Ну что ж, дорогие друзья, встречайте. Это не китайский беш-пакет. Это казахский ек. Апашки, приготовьте свой пакет, потому что это казахский ек. Олай болса, ханымдар мен мырзалар, ет жегенде қасқыр мен қазақты мазалама деген. Қасқыр қау болады, қазақ шау болады. Олай болса, қадірменді достар, барлығымыз орнымыздан тұрып, тұсаукесер рәсімін өткізу үшін барлықтарымыз ортаға қарай жылжып. Давайте, друзья, встанем и проходим в центр зала и построим здесь ровный живой торг. Рахмет. Болмаса, қадірменді достар, қарсы алыңыздар. Бүгінгі күннің той иелерімен және де олардың сұлу да сүйкімді қыздары Жанеркені сіздердің шапалақтарыңызбен қарсы алыңыздар. So
Олай болса, ақ жолды жайып, бүгінгі Жанеркедей қызымыздың тұсаукесер рәсімін өткізейік. Как истинные казаки, Land Cruiser'ның кілтін қойыңдар. Байлап тұсауын кесейік. Ертеде қазақта ала жіпті біреудің ала жібін аттамасын деген ниетпен байлайтын болған. Келесі кезек сізде. Қадамы құтты болсын. Ешқашан сүрімдік өмірден жолы ақ болып, өмірдің ұзақ бақытжан бол. Бақытты балалық шағың болсын. Сұлараңа. Олай болса, тәй балам. Қаз балам, қадамыңды бас балам. Өзінің тақтауын жасады. Бұл қолы шапалақтарыңыз құрметті достар. Bismillahirrahmanirrahim. Мен бір бада берейін, үстім өрейін, әрқашан отбасыларыңа тойларыңа келейін. Жанеркенің қадамы құтты болсын. Басқан қадамы сәтті болсын, ешқашан өмірде сүрінбесін, дені сау болсын. Бақытжан мен Сымбат үгірлі, шүгірлі, жусандай түгірлі болып өсіп өне берсін. Әрқашан биіктерден көрейін.
жолдарың ашық болсын, тойларың құтты болсын, қадамдарың қайтайларың құтты болсын. Сіздерге жұғысты болсын, ол тойлар ағайын. Ой, ата рахмет көп бабамызға. Ужас. Как будто 90 жылдық юбилейге келіп отырған сияқтымыз. Дым настроение жоқ. Астана настроение қалай? Сен маған берсеңіз отырмайсыздар ма? Олар болса, қадірменді достар, мен ортаға Аминаның нағашы тәтесі, Жанеркенің нағашы тәтесі Аминаны ортаға ерке қыз әнімен шақырғым келіп отыр. Ой, бәрекелді. Аминада қызымызға шапалақ бар ма? Кішкене бала, келдеш барлығымыз. Кел. Ой, бара, кел, ойнайнаймыз, келдер, ойнайнаймыз, кел. Кел, ойнайнаймыз бәріміз. Келдер, жүр, кел, бәрім ойнайнаймыз. Жүрдер, кел. Кел, ойнайнаймыз. Кесен ұялма. Құдай жандарым сол. Кел, ойнайнаймыз, кел. Уақыт кетті, тығыламыз, тез, тығыламыз. Бәріміз тығыламыз. Тығыламыз. Эй, бұлар. Бас болған тұғыр. Тығыламыз. Рахмет. Құтылдым ау. Зорға құтылдым ойнамайды. Олай болса, 5000 теңге бермей қоямын саған қазір. Олай болса, қадірменді достар, мен ортаға келесі тілек кезегін Сымбаттың нағашыларына бергім келіп отыр. Зада әже, Алматыда Зоя, Махамбет, Талғат, Айымкүл, Қайрат, Айжан, Ермек, Эльмира, Мурат, Мақпал, Нүркен, Құралай, Бери, Нұрбек, Гаухар, Айдын, Арай, Асқар, Геннадий, Головкин. Рахмет, ортаға билеп шығайық. Şamlığa doğru ayağım düşer.
сөйлей бересіз ба? Авторитетный человексіз бе арада? Болыпты, маңыз. Құрметті ойшыл қауым, бүгін міне Бақытжан мен Сымбаттың үйінде үлкен той, қуаныш. Оның себепші мына біздің Жанерке 1 жасқа толып жатыр, тұсауын кесіп жатыр. Қадамы құтты болсын, ені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Міне папасы мен мамасына ұқсаған бір үлгілі, әдемі, әдепті семья болсын. Міне біздің Бақытжан мен Сымбат ортамызда жақсы, әдемі бір бетке тұтарлық семьялардың бірі. Бақытжан, Сымбат, қуаныштарың құтты болсын. Мына Жанеркенің арқасынан бұл қыздар еребесін. Үйлерің іңгәлаған баланың даусына тола берсін. Сендерге тек қуаныш, бақыт тілеймін. Тойларың тойға айласа берсін, жандар. Құрметті қонақтар, міне бүгін Астана қаласының дәл ортасында қақ төрінде бір кереметте той болып жатыр. Бұл тойдың себепшісі біздің Жанерке деген қызымыз кеше ғана дүниеге келді, бүгін 1 жасқа толып жатыр. Тұсауын кесіп жатырмыз. Не дейміз, Жанерке қызымызға келешекте бір жақсы, ақылды, инноватты, бір осы қазақтың қызы болып өсіп, гүлдей құлпырып, жаздай жадырап, 100 жыл бойы осы туған күн тойлай берейік. Не дейміз, барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Негізінде Жанерке біздерге жиеншар болады. Айтайын деген осы жиеншарлар көбейе берсін, ізінен ере берсін. Соған біз тілектеспіз. Не дейміз, бақытты болыңдар. Бақытжан, Сымбатжан бір біздің жақсы көретін күйеу боламыз демеймін, енді Бақытжан інім деп айта аламын. Сымбатжан Ипастан жиеніміз, нағашыларына ұқсаған деймін, ақ көкірек, ембіл деп, осы қонақ десе жүгіріп барын дастарханға қояды. Сендердің осы пейілдеріңе береді Алла тағала. Жаңа Жанерке қызымыз кілтті алды ғой. Негізі Бақытжан өзі мәшін алғысы келіп жүр, Алла жазса, осы кілт мәшін алған тойын тойлай берейік. Бақытты болыңыздар. Құрметті қонақтар, міне бүгінгі себепші Жанеркенің тұсаукесер тойы құтты бола берсін. Қазақта айтады ғой, 2 тойы қабат болсын деп. 1 жасы және тұсаукесері құтты болсын, өмірлі болсын. Бақытжан, Сымбат, бақытты болыңдар. Осы қыздардың қызығын көріңдер, қызығына тоймай жүре беріңдер. Не дейміз? Тек сіз неге жақсылыққа келейік. Жанерке 100-ге шықсын, соны біздер көрейік. Бақытты болыңдар. Не дейміз, мына бүгінгі себепші Жанеркенің 1 жасы ғой. 1 жас бәріңізге құтты болсын, бәріңіздің үйінде құтты болсын дейміз. Бақытжан, Сымбат, осы Жанеркенің қызығын көріңдер. Менен де әрқашан қуаныш бойы болсын. Жанеркеңізді ере берсін, кішкентай. Бәріңізге бақыт тілеймін. Мына жақсы тілектер айтылып отыр, осы жақсы тілектерге қосыламыз. Осы жақсы тілектердің бәрі пештелердің құлағына шалынсын, Алла қабыл етсін. Саламатсыздар ма, тойға жиналған қауым. Бүгінгі тойдың себепшісі болып отырған Жанерке қызымыз 1 жасқа толып отырған той екен. Сымбат пен Бақытжан сіздердің ортаңызда ойып тұрып орын алар. Бір көңілді, сондай үлгі тұтар жұбымыз. Көңілдер қандай ашық болса, міне күндерінде сондай ашық. Кеше ғана боран болып қойып, міне күн ашылып, әдемі қонақтардың бәрі келіп. Бақытжан, өсіріп отырған гүлдерінің қызығын көру нәсіп етсін, ізінен ұл-қыздары ере берсін, өздерің сияқты иманды, инноватты, ақылды, әдемі қыз болып өссін, білімді болсын, ақылды болсын. Отбасыларында тек тыныштық болсын, бақытты болыңдар. Ой, бәрекелді, рахмет. Айтқан тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Әмин. Олай болса, сіздерді дастархан басына билеп жайғастырайық. Ау. Мінекей.
құрметті қонақтар, біздің Жанерке қызымыздың бүгін тұсаукесер және бір жас той екен. Жанерке қызымыз қазақ қызы деген атқа лайықты қыз болсын, әдемі қыз болсын, ғұмырлы қыз болсын, дені сау болсын. Ал енді айтайын дегенім, Қызылордадан келген құтқыша Жанеркенің не деп айтсам, нағашыларының атынан сізге кішкене сый қалташа дайындайды. Соны айтып кетейін дегенім. Аха, қызылордалықтарға базарлық сыйлық. Шапалақтарыңыз. Құрметті достар, алып келген сыйлықтарыңызға көптен көп рахмет. Олай болса, мінекей ортаға кішкене зейіндеріңізді бөлсеңіздер. Қазақстан Республикасының белгілі қарсы алыңыздар. Аягөз және де балауса қыздарыңызды ду-қол шапалақтарыңызбен қарсы алыңыздар. Эстрада жұлдыздарына шапалақтарыңыз. Сіздерді мен ортаға шақырмадым. Балаңызды біреуге сода тұрасыз ба? Екінші мамасы қайда? Сіз жаңа үйленбедім дедіңіз ғой? Жарайды. Аға, келсем да базар жоқ. Үстіңіздегі костюм 500 мың теңге тұрады. Рубашкаңыз бір примерно 200 мың тұрады. Туфлиіңіз вообще 400 мың тұрады шығар да. Сіздікі вообще көйлегіңіз 1 миллион тұрады.
бірақ настроениелеріңіз мың жағын теңге. Мына тойдың жақсы өтуі тамадаға емес, той иелеріне де байланысты. Сондықтан сіздерді қайтадан хабарлаймын. Сіздерді кезек-кезек жақсылап тұрып хабарлаймын. Сіздер күшті походкамен шығасыздар. Қайда барасыздар осы жерде? Прическа қол берде дерзкая болып шығасыз, ана жерде отырғандар көреміне қылады. Жарай ма? Олай болса, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Бибігүл Төлегенованың туған сестренкасы, Қайрат Нұртастың туған жеңгесі, опера театрының әншісі Сымбат ханымды қарсы алыңыздар. Надо брать, я намада научу тебя летать. Надо брать, но я чую, как катать. До утра мы летаем на пятак. Вообще, молодец. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. Встречайте, профессиональный танцор. Он прибыл 400 тысяч танцев. Из них он выиграл 3000 с техническим нокаутом. Встречайте, Бахчан Головкин! Рахмет, бара. Успокойтесь, пожалуйста. Аналогия аспирин бірдеңе бар ма? Успокойтесь деп мына. Жоқ па жарайды. Бақшан аға, сізге сұрақ. Вы сверх своих гостей знаете? Знаю. Смотрите внимательно. Точно знаете? Да. А что тогда смотрите? Бақшан аға, мына жерге екі еркек керек. Еркек хочу деп қой. Еркек керек. Бар ма сіз үшін бәріне дайын? Билей алатын күшті бір дерзгі билеп тастайтын, мына жерде жып тастайтын біреу бар ма? Жоқ, айтпаңыз, өзі біледі. Отағасы емес пе? Жиен ағам Сұңғат. Сұңғат! Билеп, Сұңғат, кәні! Көрсет тұста, тренер тұста бәрі! Сен білемей-ақ қой вообще. Екінші шақыршы, нормально білетін адам жақшы, нормально. Ойлануға уақыт жоқ. Батыгең. Батыгең қайда? Батыгең сөйлесің. Мынау жақсы биледі ғой. Сұңғат билеші. Музыка қойшы, билеші. Сұңғат билеші. Музыка қойшы. Все, молодец, красавчик. Ужас. Ойнайтам. Сіздер. Оқашы. Сұңғат. Молодец, красавчик. Мына жаққа тұр. Сен мына жерге тұр. Кәне. Бір-бірімізге қараймыз. Үйіміздегілерді көріп жүрген шығарсыздар. Бойдың алдында встреча болады. Face to face. Игра называется «Битва взглядов». Көз атсамыз. Правило такое. Кто первый засмеется, тот проиграет. Понятно? Вы готовы? Are you ready? Чего? Мен қуамын сенің, вообще болады ма? Олай болса, көзге қараймыз теріс. Кім күліп қояды, сол ұтылады. Кеттік.
Koydum koyamaz. Böldük tıraş, aramı var, otur. Сымбат ана, красавчиксың ғой сіз. Сымбат, билеші. Тағы бар ма? Шығам деушілер. Отсың маған қарап. Қарап болмай ма? Тойға келгеннен кейін кішкене көңілді болып отырсайшы. Шықсай. Красавчик, дерзкий, молодец. Брат, биле бірінші. Биле. Осы уақыт бұл. Қандай, билеш қандай. Билеме құрсын. Билеме ол. Нормально билесің. Олай болса, дайынсыңдар ма? Құтты болсын дейді. Қарасаңызшы бір-біріңізге. Қайда құтты болсын. Олай болса, стойка Конор Макгрегора и Хабиба. Бой завтра. Кеттік. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? Қарымды айтсайшы. Вообще авторитет деген өсіп тұр. Батан тартпа артқа қарай. Көйлегінің размерімен біліп тұрмын қандай екен. Келесі. Күлме. Стоп. Не күлмейсің? Давайте былай істейік. Кім күшті? Мен қазір есімдерін айтам, сіздер шапалақ ұрасыздар. Кімдікі күшті, сол қалап, кім ұтылады, сол қайта үйге. Кестік па? Есімін? Абзал. Сіздікі? Батыр. Абзалға шапалақ бар ма? Базар. Молодец. Батырға шапалақ бар ма? Брат, түсініп тұрсың ма жалпы, да, өзің көріп тұрсың ма мына жерде? Авторитетін жұтса ма? Батыр ағамен бар ма шығасыңдар? Серега! Серега, давай танцуй! Давай, нормальную музыку! Вы на физику не смотрите, я душа Эй, стоп! Не издеваться? Қайда, не там музыка, сен қандай музыка болса солай билеген тұрсың ғой? Нарты билеп отқан. Серега, сен вообще Конор Макгрегорге ұқсайды екенсің. Түсінесің ба мен? Көз жұма бересің, күлмеу керек. Күлмеу керек. Ну что ж, Серега, ты готов? Точно готов? Не сомневаюсь. Поехали. Ах, какая женщина! Дистанцию соблюдай. Конор Макгрегор солай істей ма не? Қайда Хабиб бәрі отырып жатыр. Кім Серега? Сен опасный екенсің. Бар ма тағы? Мына очкалик беруші. Кезе беру керек. Tírese, muchacho. Вчера у меня тоже такой же банкет был. Я во время банкета начал также танцевать.
И все деньги начали кидать. Сол просто пакет болды деймін да, содан просто маған ақша береді билігеге. Той иесі келеді да маған бүйтеді ғой, мада бала молодец, күшті билейді екенсің, ма 10 000 теңге дейді ма. Мен де рахмет деп алып алсам. Кеше просто пакет. Той иесі маған ақша береді. Рахмет тамада деп. Ой, рахмет. Мен бүгін тойға құрбылы келген жоқпын. Мен сіздің тойыңызға 10 000 теңге алып келдім. Той құтты болсын. Аға, қорықпаңыз, мен Серега сияқты емеспін. Я мужик. Олай болса, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар бүгінгі кештің чемпионы Батыр! Шанда ұмытпайды ағаңыз, дәл өзіңдей қарындасты момаған. Бақытты бол, күнім менің аппағым. Алтын болсын құлағыма таққаның, бар әлемді шарласам да қалқан. Жаным, тақпаға атасың ба? Мен ұрмаймын. Мен Серега емеспін. Мен ерке боламын. Айтса енді. Қарсы алыңыздар, нағашыларының атынан келіп отырған Алихандай әнші бауырларымызды шапалақпен ортаға қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, ағайын достарым, тойларыңыз той боласын, Жанерке қызымыздың бауы берік болсын, атылған қадамы нық болсын, ешқашан сүрінбесін, аман өссін, бәке, сымбат, тойларыңыз той боласа берсін. Енді жаңа үлкендеріміз айтқандай, кішкентайымыздың тағы да ұл-қыздарыңыз, жұлдыздарыңыз бере берсін. Осында отырған Сұңғаттай бауырымыздың шашбауын көтеріп келіп қалды. Бәкеңмен көріспегенімізге 10 жылдан асып кетті, осындай қуанышына келіп отырмыз. Енді әулетіңнен тек қана қуаныш үзілмесін бауырым.
Сондықтан да бір Лұқпан Жолдасов ағамыздың бір әні бар еді, жібек екенсің деген, соны сіздердің құрметтеріңізге тарту етейін. Ортаға бір жұп биіне шығыңыздар, той қыласың. Самат Айжан, Димаш Досик және де Бақытжан ағамның туған бауыры Абзал. Билеп ортаға келсеңіздер. Ой бәрекелді, жынды билеп қойды екенсіздер базар. Құдайға шүкір. Кім бастайды? Мұрты бар аға сіз ғана сияқты ғой. Сіз бастаймыз. Мұрты барда иман бар дейсің ғой. Бақытжан, Сымбат,
бір тойын түзіп жатыр екенбіз. Жанеркеге ұзақ өмір қалай айтады ол, қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деп. Екеуінде біреуің жаңа браконьерлерді сезіне, біреуің соны өлтіресілер. Кеше жаңалықта естіп қалдым, балықтардан артық ауламаңдар деп бізде балық аулайды деген 100 килодан. Қиын болды бізге. Өздерінде денсаулық болсын, артынан қошқардай ауыл болсын, қыпшақтың батырларындай батырлық балалы болыңдар. Өмірлерің мәнді, сәнді, осы Жанеркенің рахаты мен қызығын бірге көргенде. Тойларын тойланасың. Ассалаумағалейкум. Құдалар, құдағайлар, құдашалар. Келген қадамдарыңыз үлкен болсын. Біз сол Қызылордадан кеттік. Бақытжан нағашымның тойына. Бәке құтты болсын. Сымбат екенің бақытты болып өстіп. Тек жақсы жерден өстіп, биіктерге көргеннен ал көрген қызығушылықтан қызын көрді қыздарының енді. Бұлай қуатты. Жалғаса берсін, тоқтамасын. Тек дендерің сау болып, той болсын, қызықшылық болып. Тұрған. Қош келдіңіздер. Тойға жиналған қауым. Бүгінгі Жанерке қарындасымыздың тұсаукесер туған күніне қош келдіңіздер. Мен Бақытжан Сұлым. Бөле туған күн құтты болсын. Барлық жақсылықтар. Осы Жанерке қарындасымыз тек қана жақсылықта, қуанышта, көңілді өмір сүре берсін. Сол ата қамқорында бой жеткен. Ассалаумағалейкум, жиылған қауым. Осы Акбар әкеміздің 5 ұлы бар. 5 ұлдың осы ең кенжесі мен Бақытжанның інісі Абзал деген мен боламын. Осы әкемізге 5 ұл беріпті да, 5 ұл, бірақ әке шешесіне жақын болмайды екен, бір түсінген. Қыз балдарды көбісі кейінгі орынға қалдырып жатады ғой, бірақ негізі ол дұрыс емес нәрсе сияқты. Әкеге, шешеге жақын болатын ол қыз. Жаңағы бұрында бір мұсылман өткен екен. Мұсылманға Алла тағала қалауымен 6 қыз беріпті де жаңағы мұсылман түс көреді екен бір күні. Түсінде жұмаққа қарай көтеріліп бара жатыр екен де, жаңағы 6 қызы бірінен соң бірі есік ашып отырады ғой. Және дәл сол уақытта оның келіншегі де жүкті болған екен де, тағы 7-ші балаға. Сөйтіп өмірінде, яғни ұлым болмады, өкінеді екен жаңағы. Неге ұлым болды, неге менде ұл жоқ, атымды жалғастыратын ұрпақ болмады деп айтады екен. Сөйтіп енді жаңағы түс көріп жатқан уақытында жұмақтың бірінші есігін бірінші қыз ашып, екінші, үшінші ашып кете беріп, 6-шы қыз келеді. 6-шы қыз ашқаннан кейін дейді, түсінен оянып кетеді. Сөйтіп келіншегім, ай осы да қыз болады деп тілейді жаңағы. Сондағы қыздың рөлі, сондағы баладан да, ер азаматтан да жоғары, яғни әкесін қолдайтын, нағыз қолдау көрсететін ол қыз балалар. Ал ер азамат ол соғыс үшін, батыр үшін, отбасын асырау үшін жаратылады. Сол айтайын дегенім, осы әке шешеміз көп жыл уақыт осы қызды қалады. Менен кейін, ай осы бір қыз болады ау деп тілеген екен негізі мені де. Қыз болады ау деп ойламады, бірақ алып қалауымен ол өртті, бірақ дегенмен де өзім қарындасым болғанын қатты қалады, Құдайға шүкір. Жанерке қызымызды беріп жатыр. Биыл Ержан ағамыз тағы қызды болып, Айару деген қызымыз өмірге келіп жатқан өмір. Сол себептен әке шешеміз келе алмай қалды, және тағы да қыз болып жатыр. Ол Алланың бір бізге берген мейірімі, қошеметі шығар деп ойлаймын. Сондықтан тағы сіздерге тілейтінім, баршаңызға бақыт, денсаулық, ағам мен жеңгеме үбірлі шүбірлі бола беріңдер, ұрпақтар жалғаса берсін. Тағы да айтамын, Алланың барлық сауабы, несібесі жолға берсін. Осы айтамын дейді. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға.
қайырлы күн. Осы той ешкім бөтен емес, бұл жерде барлықтарыңыз бір тойға жиналып отырсыздар ғой, барлықтарыңызға да құтты болсын. Және де жеңге осы тұңғыштарыңның туған күні, тұсау кескені құтты болсын. Әрқашан сендерді қуаныштармен қуантып жүре берсін. Не деймін енді, үлкен азаматша болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы болсын. Осы папасы мен мамасын, әжелері мен аталарының аяқ қолын суға салып, малып бағып отыратын қызы болсын деймін. Осымен тоқтамаңдар, әрқашан осыдан кейін де жинала берейік, бесік тойға. Сол, тағы да туған күні құтты болсын. Барлықтарыңызға. Рахмет, көп рахмет. Сөйлеп болғандарыңызға. Көп сөйлеген жоқсыздар, аз сөйледіңіздер. Олай болса, ақ дастархан басына жайғасуларыңызды сұраймын. Фотографияны бір түсіріп, кесіп тұрайын. Фотографтар қайда? Ортаға, бүгінгі той иелерін ортаға алып, конверттеріңізді бере беріңіздер. Ортаға. Күлеміз. Сондықтан да бірінші дастарханымызға барып, ал ләхияуин, сұрасаң бата білмейін, үстем болсын мерейін. Ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті төгейін. Мұның бүгінгі Жанеркедей қызымыз ер бой жетіп, жақсы бір азаматша болсын. Әумин деп бата береді бір ата керек. Бар ма? Келіңіз, адам. Қаңыз. Көпшіліктау үлгім. Жанеркеміздің бір жас мерейтойын өткізіп, тұсаукесер тойын өткізіп. Міне, енді қолды аяқ қойып. Яғылайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Алхамдулилlah, осы Жанерке қызымыз үлкен бір азаматша болып, еліне қалаулы, халқына қалаулы, әрқашан да жақсы бір азаматша болып өссін. Әрқашан бақытжан, сымбатша да үйлерінде жақсы еді тойлар болсын, сол тойларға келіп бәріміз жақсы тілектерді айтып өсіп жүре берейік әрқашан дендеріңіз болсын. Рахмет ата, олай болса сізге де бір бата беріп жіберейін. Жасың кішкене болса да, жасың сізге бір бата беріп жіберейін. Ал ата, 100-ге жетіңіз, 90-нан секіріп өтіп кетіңіз. 99-ға келіп бір жап-жас бір тоқал алыңыз, аумин. Ойбай, аумин, көйші. Күдеран, бұлай болса құрметті достар, бізде антракт дискотека. Барлығымыз ортаға шығып билейік. Күдетіріңіздер. Алдында бір тойда басып кетіреді естіп.
тек сені іздеген осы менің досым